Мырза, бүгін міне үлкен бір ұлттық мерекеміз Қазақстанның тәуелсіздігі күні. Осы күнде бір қос қуаныспен келіп отырмыз енді. Біздің Алашұлы қоғамдық бірлестіктер одағының төрағасы Советхан Ғаббасов ағамызға ел билігі осы азаматтық қоғам қалыптастыруда еңбегін елеп, Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер деген атағын беріп, сонымен біз құттықтап келіп отырмыз. Енді сіз өзіңіздің осы қоғамдық істер жөніндегі әріптесіңіз Советхан аға туралы бір-екі ауыз әңгіме айтып берсеңіз. Қазір мынау тәуелсіздік айтып отырмыз ғой, бүгін тәуелсіздік күні 21 жылда болып отыр. Енді бұл тәуелсіздік мейрамы бәрімізге құтты болсын. Осы тәуелсіздік мейрамына, осы бағаларымыздың аңсаған арманына біздер жетіп отырмыз ғой. Осыны қазір көріп отырмыз, тәуелсіз мемлекет құрып отырмыз. Енді осы тәуелсіздіктің қадірін әзір біліп отырғандар бар ма, қаншама деген сондай сұрақ келеді. Сол тәуелсіз мемлекеттің әзір тәуелсіз мемлекет болып, осы тәуелсіз мемлекетімізді ұстап қала аламыз ба, ол ар жағынан дамытып үлкен, мықты, қуатты мемлекет құра аламыз ба дегенге және үлкен сұрақ болып отыр, туып отыр. Енді осы сұрақты шешуде, осы сұраққа үлкен жауап беруде осы Советхан Ғаббасов ағамыз енді үлкен еңбек жасап жатыр. Қазақстандағы жалғыз бірде-бір ғалым десе болады. Себебі мына біздің болашағымыздың бүкіл барлығы осы жастар, болашақ ұрпақтың қолында. Мемлекеттің болашағы, сол болашаққа, мемлекетімізге жақсы мықты жастар тәрбиелеу, ұрпақты соған жаңағыдай ұрпақтар тәрбиелеуге, мына ұрпақ тәрбиесінің жаңа ілімін жасап отқан осы Советхан Ғаббасов. Бүгінгі күнде осы жаңағы Қазақстанға еңбегі сіңген қайраткер деген атақ алып отыр. Осы уақытқа шейін мен осыны көп зерттеп келдім. Осы мыңдаған, әзір 4-5 адам осы мәдениет қайраткерін алған екен. Соның ішінде жалғыз еңбегі сіңген, соған сай адам осы Советхан Ғаббасов. Себебі бұл кісінің осы уақытқа шейін жасаған еңбектері бұл ұшан теңіз. Әзір кезде қарап отырсам, тойда ән айтып жүрген 25-ке келген балдарда мемлекеттің жаңа еңбегі сіңген қайраткері. Бір мейрамхана, мейманхананың иелері де бір ауылда кішкене өндірісі бар адамдардың да бәрі, содан соң бұлар бәрі осы Қазақстанға еңбек сіңген қайраткерлер болып отыр. Бұлардың қанша сай екенін ол бір Алла біледі. Бірақ та бүгінгі Советхан Ғаббасовтың алып отқан осы үкіметтің бағалап отқаны бұл енді өте дұрыс, өте үлкен жаңағы біздер үшін жаңағы қуаныш. Неке Советхан Ғаббасовтың бұл атағы құтты болсын. Енді бұл кісінің әлі жазатыны, әзір халыққа беретіні өте көп. Себебі бұндай адамдар әзір енді санаулы, қажет, керек. Себебі мемлекетімізде әзір енді бұндай еңбек істеп жатқан адамдар өте аз. Сөз бөліп, Кестен. Не айтайын? Ағамызбен неке 7-8 жыл болды. Бір салада жұмыс істеп жүрміз. Әзір енді көптеген ұйымдар бірігіп, Алаш үнін құрдық. Қоғамдық ұйым. Осы Алаш үні қоғамының төрағасы Советхан Ғаббасов көптеген еңбектер жасады, көптеген жиындарда барлық жерде сөйлеп, облыстарда барлық жерде ата-аналар мен мектептерде жиындар, жиындарда, соны ұйымдастырып жиындарда сөйлеп, осындай үлкен өзінің ілімін таратып жүр. Енді осында ең басында осыны ұйымдастырып жүрген Марат, Болат, Бөтейт деген азаматтар бар. Бұлар да енді үлкен еңбек жасады, керемет, бүкіл Алматының бағытын бұрып өзгерт десе болады. Осы уақытқа шейін келіп, бүкіл барлық жерде ұйымдарда
өзі санаулы ғана адамдар орысша сөйлеп, өздері қатысып, өздері бәрін бөліп жүргенде осы саланың бәрін бұзып, басқа бағытқа бұрып жіберіп, өзіміздің ұлттық дәстүр, ұлттық жаңа тілде сөйлейтін жаңа жиындарды, осыларды осы Алаш үнінің арқасында осындай бағыттарды, жаңа бағыттарды жіберді. Енді бүгінгі күнде осы енді көптеген жиындар болды. Мұхтар Шахановтарда жаңа тіл мәселесі көп көтерілді, барлық жерде, басқасында жүрді. Соның нәтижесінде бүгінгі күні мемлекеттің премьер-министрінің Серік Ахметтің келуіменен осы бүкіл үлкен жиындар қазақ тілінде өтеді дегені бұның өзі үлкен жетіскендік болды. Себебі бұл қуанышты осыдан басталады деді. Осыдан басталады біздердің қазақ тілінде сөйлеуіміз, қазақ тілінде жаңағы бүкіл жиындардың өтуі, енді үлкен жаңағы мекемелерде, содан соң жаңағы жиындарда, тойларда қазақша сөйлеудің өзі, мысалы мемлекеттік деңгейде, бұл қазақ халқының уже мына тілді мойындағаны, соның қазақ тілінің алға басқаны, бұның бәрі үлкен қуанышты.